Кеше осы бір сметанникті дайындап көргенмін, дәмі деген мә, енді айта алмаймын, өте дәмді, нәзік шықты, бір жасағаннан керемет шықты. Сіздермен де бөлісейін дедім. Ол үшін ең алдымен қантқа жұмыртқаның сарысын, суды жақсылап араластырып аламыз. Қант ерігенше енді ұнның үстіне разрыхлительді қосып, үстінен майды теркадан өткізіп, осылай крошка дайындап алдым. Жаңағы сұйықтықты да қосып, жұмсақ қамыр елеп шығардым. Қамырды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойдым. Енді меренгасын дайындаймыз. Жаңағыдан қалған жұмыртқаның ағы мен қантты жақсылап араластырамыз. Осындай 2 есе көтеріліп, меренгамыз дайын болды. Енді начинкасына кірісеміз. Осылай қаймақтың үстіне сгущенканы қосып, ұнды салып, жаңағы меренганы да үстіне салдым да жақсылап араластырдым. Астынан үстіне қарай араластырамыз, езбейміз. Осылай нәзік етіп шығарамыз. Сосын қамырды аламыз да осылай қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Менде форманың диаметрі 24 см, 26 размерге де келе береді. Вилканың көмегімен тесіп шығамыз, арасы пісу үшін. Сосын начинканы салып 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Осылай әсемдеуге мен осындай құлпынайларды қолдандым. Енді бұл деген өте нәзік, сондай әдемі сметаник болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.